Здорово, как дела? Ты что, слышал, Range Rover взял? Да? Что, дурак, что ли? Ты что делаешь? А что, нормально же машина? Добро. О, алейкум ассалам, как дела? Я слышал, машину взял. Да? Какую? Range Rover. Рейнджер? Да. Ты чё? А чё, получше ничего не мог найти? Такой рынок большой. Тут бумер надо возить, поживее будет. Да. О. Ассалаумалейкум. Қалайсың? О, ассалаумалейкум. Мен осы Range Rover сатып алдым. Не ойың бар? Қалай ойлайсың? Он же на бензине, зачем он тебе нужен? Вот лучше. Теслу. Электромобильный надо взять. Вообще, как думаешь, типа, если делать наши обзоры не только на казахском, но еще и на русском языке? Даже не знаю, я думаю, нормально будет, по сути. Я думаю, зайдет. Ну, или же добавить субтитры. Салам. Салам. Как дела? Что случилось? Налейте ему, пожалуйста. Тебе нужнее. Алло. Алло. Қалайсың балам? Пап, я Range Rover взял. Не дейді? Range Rover алдым. Ёп, твармет, адам сондай машинаны ала ма? Ол ертең бұзылады ғой. Қолды сат енді, келмейсің үйге. Үйге кірмей. Зачем он тебе нужен? Вот лучше. Range Rover жаман автокөлік па? Дәл осы сұраққа бүгін сіздермен талқылайтын боламыз. Неге бұл автокөлікті ел жақтырмайды? Сіздермен мен Жеңіс Нұрлыбай. Видеоны бастамас бұрын осы роликті чаттарда таратып жіберіңіздер. Ал біз бастайтын боламыз. Кеттік. Жалпы Range Rover жайлы алып қашпа сөздер өте көп. Я бұлның аты спорт, және де бұны спорт емес дейді. Себебі автокөлікті жүрмейді дейді, кейбіреулер тартпайды дейді. Камера 3/5 алып қояды дегенде сыбыс естер бар. Жалпы бұл автокөлік 100-ге 7/1 секундта барады құжаты бойынша. Бірақ қала жүрісінде автокөліктің басқарымы өте жақсы, сезімтал, және де автокөліктің тартысы айтарлықтай мықты. V6 қозғалтқыш көлемінде 340 аттың күші бар, турбо үдеткішпен. Автокөліктің жалпы ішкі дыбыс изоляциясы жақсы, және де трассада өзін ұстауы жаман емес. Пневма бар автокөлікте, бірақ пневма болса да анау айтқандай қатты емес, мінекей дезинфекция жасап жатыр елімізде. Анау айтқандай жұмсақ емес жүрісі, бірақ та спорт деген атқа сай. Ендеше бұл автокөлікті спорт демейтіндерге мен сіздерге мынаны көрсеткім келеді. Кімде қандай сұрақ бар Range Rover'ге? Мінекей. Тартыс десең тартыс, жүріс десең жүріс. Төлесең өзіңнің рахатың үшін төлейсің. Range Rover'дің ескісі спорты кетті, кеттік. Мінекей дәл біздіңкінің алдындағы Range Rover. Бізбен ойнасамыз дейді, көрейік. Чё там, братан, ехала? Мінекей бұл да спорт. Дәл осылай рамамен шыққан болатын. Жарыспайым дейді. Автокөлікті аяқталды. Жарыспайым дейді. Мынауыз кейде отыр ғой ойдағырда.
Жалпы осы автокөлік Рамада болатын, және де бұлардың шанағы өте ауыр, ал біздегі буыннан екінші буын, яғни шанағы алюминді түрде шықты. Алюминді түрде және де өте жеңіл тартады. Автокөліктің айтарлықтай салмағы жеңілдеді. Дәл қазір осы Range Rover 2 тонна 100 килоны басады. Біз дәл қазір Range Rover'дің сервисіне келдік, және де бұл автокөліктің ақауларының бәрін сұрап білдік. Бұл автокөлікте форсункасымен проблема, және де бір свечаны ауыстыруға сіз үлкен деген қаражат жұмсайсыз. Пневмасы және де электроникасы өртеніп кетуі мүмкін. Бірақ біліңіз, сіз бұл автокөліктің ремонтына төлегенде мынау үшін төлейтін боласыз. Кеттік. Бұл автокөлікті барлығы қымбат дейді. Себебі бұл автокөлік өзінің ақшасына тұрады. Бұл автокөлікті алғашында Range Rover'ді британдықтар ойлап тапты, және де оны BMW-ға сатқан болатын. BMW автокөліктің механикалық жағына көптеген ақша салды, және де оны адам қыламай Fordқа сатты. Ford бұл автокөлікті алып, көп өздерінің миын ашытпай үндістерге сатты. Үндісте Tata компаниясы бұл автокөлікті алып, маркетолог жағы мен дизайн жағына бүкіл ақшаны салды да автокөліктің саудасын жандырды. Автокөліктің дизайны айтарлықтай әдемі және де өзіне тартымды. Дәл мұнау Range Rover Sport, бұны жастар мінеді. Evoque'ты тоқалдар мінсе, бұны жастар мінеді. Жалпы автокөліктің дизайны өте әдемі. Мұнау диффузорлар, мұнау бәрі фейк, ешқандай ауа кіретін жерлер емес. Және де бұл автокөлік Bizde gel yok kristal, el şanton mayon, miştal bermayon. Raçnatta, gel yok kristal, el şanton mayon, miştal bermayon. Raçnatta, gel yok kristal, el şanton mayon, miştal bermayon. Raçnatta, gel yok kristal, el şanton mayon, miştal bermayon. Шантри амгей, летит ночной Москве. Вся сушка полослей, слабешь, что со мной. Нам не шам VVS, под жопой VVS. Я шага тупец, дорого, пиздец. Большущий романчик, купил все новые тачки. Парочку новеньких тачек, спасибо за подписочку. Спасибо. Большущий романчик, открылся ресторанчик. Разрушили все сами, положили всему конец. Без тебя все пусто, мир замер. Море фонтан брошенных монет. Ты колючая, как розы, но и красивая, как они. Тебя берут, ранятся и бросят эти душевные пацаны. Я потерял свой дар речи, молил Бога с тобой свести. Но мне тебя удивить нечем. Принцесса, ты снаружи, а внутри ложь, зло, ссоры, дождь, боль, штормы. Бьет в сердце, колет нож твой, так больно. Я не забуду твою улыбку, и холод так жидко пойдет по душе. Тебя повсюду искать ошибка, глаза наживкой оказались уже. Я не забуду твою улыбку, и холод так шибко пройдет по душе. Тебя повсюду
глаза наживкой. Оказались уже. Я не забуду твою улыбку. Холод так крепко пройдет по душе. Тебя повсюду искать ошибка. Глаза наживкой оказались уже. Ой, не деген ойын десеңіздер. Бұның бәрі пранк болатын, достар. Автокөлік толықтай сақталып біздің Батыравто автосалонымызда тұр. Егер де видеоролик ұнаса лайк басып, өздеріңіздің пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер, біздің арнамызға жазылыңыздар. Келесі видеороликті күтіңіздер. Сіздермен болған мен Жеңіс Тұрлыбай. Баршаларыңызға рахмет.